Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін кезекті біздің бағдарламамыз Рафик Жарылқасымов, Олжас Әбілқайыр күнгі атап өткен біздің бағытымыз бойынша кішігірім жұмыстарымызды атқару үстіндеміз. Соған қатысты бүгін бір жаңа тақырып алдық, талқылайық деп сіздердің назарларыңызға ұсынуға дайынбыз. Ол жалпы біздің елдегі және әлемдегі демократия және сол демократияның жақсы жақтары, қиын жақтары, себебі, салдары және неден басталып, немен аяқталатын туралы біраз ой пікірімізді бөліссек деген ниеттеміз. Демократия дегеніміз бұл халықтың өз халық басқару деп аударылады грек тілінен, негізгі мағынасы. Және де біздің заңдарды алып қарасаңыздар да, жалпы әлеми мемлекет басқару үрдісін алып қарасаңызда, барлық жерде бізде демократия бар деп көкірегін жыртады. Кеңес дәуірінде Америкамен де басты тақырып, басты бәсеке демократияның көрсеткіштері болған. Бізде өтірік демократия, ол жақта жартылай демократия, демократияның таза түрі еш жерде кездесуі мүмкін емес. Бірақ та біздегі демократияның жоқтығы, қазіргі тоталитар жүйенің өрлеп тұрғаны 1937 жылдан бері өзгеріске ұшыраған жоқ. Сол халықты тонағандар, сол халықты қинағандар әлі де билікте отыр, әлі де олардың сөздері жүріп тұр. Аузы қисық болмай тұра, миы қисықтар елді басқарып отыр. Мен өзім жеке ойым осы, және де Олжас бауырымның бір жақсы жері қасиеті бар. Бұл бәрін статистикамен, бәрін санмен, кәдімгі дәлелмен көрсетеді. Сол енді ол жеке сіздің дайындығыңыз бар екен, содан бастайсыз ба? Иә, жалпы бір көз жүгірту өтейік. Мына жерде мен сәл статистикаларды қарап шықтым. Соған сәйкес әлемдегі ең демократиясы жоғары ел бүгінгі күнге Норвегия, одан кейінгісі Жаңа Зеландия, Финляндия, Швеция, Исландия, Дания, Ирландия, Тайвань, Австралия, Швейцария деген сияқты бірінші ондықтағы елдер осылар. Бұл жерде, құрметті достар, назар аударуларыңызға өтінемін, біз қазір демократия мен елдің дамуы, оған қатысты статистикалар және бақыт көрсеткіші деген сияқты параллельдер келтіруге тырысамыз. Соған назар аударып отырыңыздар. Біздің еліміз әлемдік рейтингте 129-шы орында екен. Біздің көршілеріміз Оман. Демократия көрсеткіші бойынша ма? Иә, демократия көрсеткіштері бойынша жаңа бірінші ондықты атап өттік. Біздің Қазақстан 129-шы орында екен. Біздің жақын жаңағы көршілеріміз ол Вьетнам, Оман, Эстония, Руанда, Коморские острова, Нигерия деген сынды елдердің арасында тұр екенбіз. Ал енді ең қорқынышты дегеніміз, жаңа демократия мүлдем жоқ деп айтуға келетін, ол Ауғанстан, Мьянма, Северная Корея дейді, Конго, ЦАР, Сирия, Түркменстан. Осы жерде жаңа айта кететін жайт, демократияның дамуы, ол жаңа Рәкең айтпақшы, халықтың өзін-өзі басқару деген сөз ғой, былайша айтқан кезде. Халықтың өзін-өзі басқаруы, көпшілікпен бірге пікір талас, қазақтағы сөз бар ғой, келісіп кескен тон пішкен тон қалай айтылады? Келте болмасын. Иә, келте болмас демекші, демократия ол пікір таластар мен айғақтардың дәлелінің арқасында қабылданатын орташа оңды шешім. Соның арқасында, мысалы үшін мына жерде бір назар аудара кететін жайт, қазір айтайын, әлемнің ең бай елдері деген мағына бар екен, точнее статистика бар екен. Осыған қарайтын болсақ, әлемнің ең бай елдері дегеніміз ол Люксембург, Сингапур, Ирландия, Катар, Макао, Швейцария, Біріккен Араб Әмірліктері, Норвегия, Америка және жаңа Бруней деген сияқты кішкентай елдер. Бұл жерде бір қызық жайт бар. Мысалы үшін Сингапур деген елді барлығы демократияға келіп осындай тақырыпқа келген кезде барлық мынау оппоненттер Сингапурда келіп тұра береді. Олардың бәрі айтатын, демократия жақсылыққа келетін болса, неге онда Сингапур ол елдердің қатарында дейді. Сөзсіз Сингапур өте қатты дамыған мемлекет, әлемнің ең бірінші мемлекеттерінің бірі, бірақ Сингапурда дәл мынау Ли Куан Ю деген кісінің басқарған уақытысында бүгінгі күнге сол кісінің ұлы президент, сол елді басқару үстінде демократия деген зат мүлдем жоқтың жаны. Бірақ бұл жерде принципиальный бір өте маңызды мәселе, ол жаңағы Ли Куан Ю мен біздің жаңағы тоталитарлық жүйеде өмір сүріп жатқан елдердің арасындағы айырмашылық, ол шын елін сүйген азаматтың жаңағы диктаторлығы, және
елін мүлдем сүймеді дегенмен сатқындардың диктатурасы. Сатқындардың диктатурасы. Міне осы жаңағы сәт өте маңызды деп есептеймін. Қалған жағынан қарайтын болсақ, Люксембургты алайық, Ирландия болсын, Швейцария болсын, Норвегия болсын, әрине ол жаңағы көпшілікпен дұрыс қабылданған шешімдердің нәтижесінде қол жеткізілген биіктіктер. Бұл жерде өте маңызды мәселе, бұл Норвегия елі. Мен осыны әдейі айта өткім келеді. Норвегияда осыдан бір 20-30 жыл алдын бізден ешқандай асып кеткен ештеңесі жоқ болған, айдаладағы мұз қатып болған елдің бірі. Олардың жасағаны мына біздің бүгінгі күнге самұрық қазына ғой. Дәл сол самұрық қазынаның, былайша айтқан кезде самұрық қазына сол Норвегияның өздерінің қорының көшірмесі деуге болады. Сондай идея солай болған о басында. Біздегі самұрық қазына норвегиялық ұлттық қордың өтірік көшірмесі ғой. Ең қорқынышты, антиподы ғой. Мысалға жақсы, жаман деген екі сөз бар ғой, бір-біріне антоним, сол сияқты бұл антиподы қалай болу керек екені Норвегияда. Ал Қазақстандағы самұрық қазына қалай болмау керек екені. Ең керемет көрсеткіш. Былай қараған кезде мақсаты да міндеті де бірде екі қор. Бірақтан біреусі шын мәнінде халыққа жұмыс жасайды, біреусі шын мәнінде халыққа ешқандай жұмыс жасамайды. Қазақ тілімен айтқанда, норвегиялық қор халықтың қорын жасап, сол мұнайдан түскен, газдан түскен ақшаны қорға айландырып, халықтың жағдайын жасап жатса, самұрық қазына халықты қорлау үшін құрылған қор. Қор деген сөздің өзін екі санатта түсініп отқан ұғым болып тұр. Басқа мағына аударып жүрген десек болады. Осы орайда тағы да бір статистика жүгірте кетейік. Мынау қылмыстың көлемі дейді. Қылмыс көлемі бойынша әлемдегі ең қылмысы жоғары мемлекеттер ол мынау Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Ауғанстан, Гондурас, Тринидад, Тобаго, Гаяна, Сальвадор, Ямайка, Сирия деген елдер. Жаңағы егер байқаған болсаңыздар, осы елдердің жартысы жаңа демократияның жоқ тізімінде бар елдер. Демек, демократия өз кезегінде әрине мынау халық жаңағы жан-жақтан бақылағаннан кейін ол өз кезегінде ұрлықты да тоқтатады, ол байлыққа қол жеткізеді. Оның салдарында қылмыстың да көлемі азаяды екен да. Мысалы қарайтын болсақ, оны мен емес айтып жатқан, оны айтып жатқан әлемдік статистика, Дәл сол сияқты мінекей біздің еліміз Қазақстан бұл рейтинг бойынша, қылмыс рейтингі бойынша 40-ші орында екенбіз. Біздің көршілеріміз Мексика мен Чили, Ботсвана, Алжир, Коста-Рика, Эквадор. Қайтадан біз сол банан елдерінің қатарындамыз. Бұның ішінде тек қана бір ғана ел Мексика. Бірақ Мексикада өзіңіз білесіздер, жылына бір 4-5 рет жаңағы группировкалар дейміз ғой, бір кәдімгідей соғысады ғой. Соғыс болады, халықтың әскерімен соғысады, өзара соғысады. Біз сол Мексикадан бір сат төмен тұрмыз. Былай қарасаң енді күлкілі нәрсе, бірақ шындық солай. Мен сізге осы жерде жаңа сандарды қарап отырған кезде бір өзімнің соңғы күні бақылап жүрген нәрсемді айтайын дегенім, мынау Алматы қаласының көліктерінде, қоғамдық көліктерінде қалта ұрыларына ескертпелер көп жазылып жатыр. Және де дауыспен қалталарыңыздағы амияндарыңызға еге болыңыз дейді. Бұл дегеннің қоғамның құрдымға кетіп баратқандардың бірден-бір көрсеткіштерінің бірі. Естеріңізде болса, 90-шы жылдары мемлекет ыдырап, бәрі сал дәл болып далбасалап жүрген кезімізде күнкөріс басты мәселе болған кезде, қазіргідей Хургадаға барып немесе Анталияға барып демалмастың мәселе емес, күнкөріс, күнделікті азықты табу мәселе болып тұрған кезде қалта ұрлығы өршіген еді. Есімде, мен бала, кішкентай баламын, бірақ ол кезде қалта ұрлығы. Қазір Алматы қаласында қоғамдық көлікте қалта ұрлығы қайттан үрлеп келе жатыр. Ол не дегеніңіз? Жаңағы біздің бүгінгі демократияның жайында әңгімеге тікелей қатынасы бар. Полиция қызметкерлері, негізі полиция деген философия алатын болсақ, оның негізгі өзінің мақсаты ол ұрыны ұстау, жаңағы адам өлтірген ұстау емес, соған алып келмеу жолында жұмыстар жасау. Профилактика, екпе жұмыстар, профилактика жасау. Бірақ олар онымен айналып жатқан жоқ қой. Олар кешегі бірінші қазақтың құрылған дербес депутаттар санатынан шығып, арасынан сөйлеген бас көтеріп, елді алаңға алып шығамыз деп, сайлауға келіспейміз деген митингтегілердің артынан барып, соларды аңдығанның арқасында қалта ұрылары емін еркен өз жұмыстарын жалғастыруда.
ит жоқ болса шошқа үреді деген осы. Анау кәдімгі елді қорғау, атарды қорғау үшін, қойды қорғау үшін, қораны қорғау үшін қойылған иттер кәдімгідей келіп үйінің егесінің жаңағы ісіне араласатын болса, ол қораны кім қорғайды? Мінекей сол болып жатқан дүние. Дәл солай. Осы орайда айта кетеріміз, жаңағы көпшілігіңіз мүмкін көріп те отырған шығарсыздар, кеше 9 сәуірде болған митингке қатысты біршама адамдардың барлығын абақтыға жауып қойды бүгінгі күнге. Ол біреуіне 15 күн, біреуіне 20 күн деген сияқты. Ал енді қалғандарының барлығына былайша айтқан кезде айыппұл салып жатыр. Мен ол туралы да жаңағы TikTok желісінде де біраз жерлерде айтып жүрмін. Барлығы айтып жатыр, тек жалғыз мен емес. Бұл дегеніміз халықты жаңағы қамаудан бөлек тағы да мінекей ақшамен былайша айтқан кезде шошыту. Әрине да, былайша айтқан кезде бала шағасын қамын ойлап жүрген азаматтарға 100 мың теңге, 170 мың теңге айыппұл салып жатыр. Ол да оңай ақша емес бүгінгі күнге таба қоюды. Енді басқаша амалы болмағандықтан осындай іс-әрекеттер жасап жатыр. Осы жерде мынау демократия қатысты біздің демократияның бірден-бір негізгі іргетасын қалаушы ұйым ол сот. Әділ, тәуелсіз сот. Егер де халықты жалпы толқуға апаратын негізгі бір себеп, негізгі деп айтамын, негізгілердің бірі ол әділетсіздік. Өте керек. Әділетсіздік жоқ жерде халық өзінің құқықтарын заңды түрде қорғай алмаған кезде ол не істейді? Халық алаңға шығады, халық талап етеді. Және мінекей сондай біздің жасаған іс-әрекеттеріміз үшін немесе қоғам белсенділерінің жасаған іс-әрекеттері үшін бүгінгі күнге сот заңсыз сол адамдардың жартысын қамап жатыр, жартысына айыппұл салып жатыр. Бұл дегеніміз өте маңызды мәселе негізінде, құрметті азаматтар, себебі бүгінгі күнге біздің елдегі әділетсіздіктің қандай көлемде екенін бәріміз білеміз. Әділеттікті іздеу деген қазір ана шөптің ішінен ине іздеу деген сияқты ұғыммен бірдей болып кетті. Десе де әділетсіздік жоқ болса, неге онда халық әлі үнсіз деген бір сұрақтар болады да. Менің айтар едім осы жерде, әлі де болса біздің халық сабырлы халық қой. Әлі де болса халық пен биліктің арасындағы қақтығыстан сақтап отырған бір ғана қасиет, ол үміт. Бүгінгі күнге халық сәл де болса үміттенуде. Әлде болса бірдеңе оңалып кетер, әлде болса бірдеңе түзеліп кетер, әлде болса билік есін жияр, әлде болса жұмыс болып кетер, әлде болса ешкім аштан өліп қалмас деген сияқты үміт қана мынау қақтығыстан сақтап отыр десе мен қателескен емеспін деп ойлаймын. Ал мына сот қызметкерлері осындай соңғы тосқауыл болып тұрған үмітті осындай заңсыз шешімдермен өз қолдарымен өздері үзіп отыр бүгінгі күнге. Негізі адам тарихында, адамзат тарихында өте керемет, адамзат тарихына өте керемет үрдіс берген мынау даму, демократиялық институт, қоғамның дамуына, мемлекеттік дамуына бірден бір мысал ретінде Рим империясын алып келеді. Рим империясында кезінде салт болған. Сот жаңадан тағайындалған кезде креслоға отырады екен. Былғары теріден жасалған креслода. Ол тері сол жерде отырып пара алып, өзін-өзі заңсыздыққа ұшыратқан сотты сойып, соның терісін қаптап, келесі сотта отырғызады деген судьяны. Сол сияқты бұндай қазіргі бассыздық болып жатқан судьяларға енді қазір халықтың айтуынша Алладан басқа амал қалмады. Бұларды налысақ та, бұларға не жазсақ та, енді қараңыз, өздері заңсыздық орнатады. Сөйтеді, бұларға біз қайға шағымданамыз? Біздің мүмкіншілік қалмайды халықтың. Шағымданып, әділеттілікті таппаған әділеттілікті орнатады. Бұл заңдылық. Бүгін емес, ертең емес. Мысалға, қаңтар әңгімесіне келетін болса, бірден бір себеп сол болды. Мысалға мен өзім көрген жігіттер бар, сол жерде әңгімелер, мен тағы да қайталап айтамын. Бір-екі интервьюда осыны айттым, тағы да айтамын. 6 күні таңғы азат 9-дан бастап, кешкі 5-ке дейін мен сол жерде халықтың мұңын тыңдадым. Біз отырдық, патруль құрамыз анау-мынау деп өзімізше бір орын болып бір жерге ұйымдастық. Сол кезде елдер келеді, менің кредитім бар, менің бала шағам бар, менің ауруым бар, менің анауым бар, мынауым бар, бірақ менің жағдайым жоқ деген жылаған халық болды. Солардың бәрі әділетсіздіктен келді. Өйткені бұлай бүйтіп қараса Қазақстанға экономикалық моделін алып қарасаң, орта айлық есептік көрсеткіштері керемет. Мысалға Қазақстанда орташа айлық 500 мың теңгеден асады екен. Қандай керемет мемлекет. Саған айыппұл салған кезде
орталық айлық есеппен есептейді. Ол дегені мысалға қазір 2700-ден асады, бүгінгі күнге 3000 біз қалып қойдық. қазір өтірік айтуға қорқамын, 3150 теңге ме екен? Ал солай есептейді. Қателесуге қорқамын, сол төңірегінде. Ал енді 3000 теңгеге барып базардан тамақ алу немесе 3000 теңгені Қазақстанда табу екеуінің арасында келе жатыр жақында. Сол бір-біріне жеткен кезде, мына 3000 теңгені төлеу үшін 3000 теңгені таба алмау мүмкіндігі келген кезде, сен 10 жерден автомат қойсаң да, 10 жерден полиция қойсаң да, халық өз дегенін алады. Біздің бастапқы жұмысымыз бұл жердегі, біздің неге Олжас бауырым екеуміз және де біраз ағайындардың бірігіп жатқан себебі, сол уақыт келмесе екен, келген жағдайда адами тұрғыда шешілсе екен. Өте орынды, дұрыс. Біздің де Рәкең айтпақшы, мақсатымыз негізі сода. Біздің тілеуіміз мынау халық пен билік екеуі бірін-бірі түсінбейтін, тыңдамайтын, біріне-бірі көнбейтін дәрежеге жеткізбесе екен деген біздің ниетіміз. Себебі не маған, не Рәкеңе, не осында жүрген ешкімге болсын ондай қақтығыс керек жоқ. Құдай сақтасын, қаңтарда қайталанбай. Көрдік оны, сол үшін біздің жаңа жасап жатқан жұмысымыз сәл де болса билік бәлкім естір, құлағы керең, көзі соқыр, оның барлығын көріп жатырмыз. Десе де үміт бар. Жаңа өзіміз атап өткендей, соңғы үмітсіз тек шайтан демекші, соңғы қалған қасиет осы үмітке ниеттеніп, бәлкім естіп қалар, бәлкім түзеліп кетер деген осындай бір жұмыстар атқару үстіндеміз. Жарайды. Біз тақырыптан ауытқып кетті. Демократия жайлы ғой қайтадан. Енді осы тұрғыда мен тағы да бір келтіргім келіп отырған мәселе рейтинг жаңағы ұрланған ақшаны тазалау. Мына орысша айтқанда отмывание дейді ғой, сондай да рейтинг бар екен. Мен оған шынымды айтсам таңғалдым. Десе де, бұл жерде жаңағы бірінші ондыққа кіретін елдерді атап өтетін болсақ, бұл Финляндия, Словения, Норвегия, Швеция, Дания, Литва, Жаңа Зеландия, Испания. Литва бұл жерде көңіл аударатын жер. Біздің Қазақстан бұл жерде ең қызығы Қазақстан көрсетілмеген. Мен соған қарап өзім ойлап қалдым, біздікілерде оғанда пара беріп болған шығар көрсетпеу үшін деген сияқты бір андай қалжың бар еді ғой. Ал ең жаңағы көп отмывание жаңағы ақшаны жуатын елдер, тазалайтын елдер, ол Камбоджа, Уганда, Сенегал, Мали, Мозамбик, Миньяма, Конго, Гаити. Банан республикасы. Жаңағы атаған мемлекеттердің көршілерінің ар жақ бер жағы былайша айтқан кезде ше. Қай жерде мына демократия жоқ, қай жерде халық басылған, қай жерде толық тоталитарлық жүйе, ол жерде бақыт та жоқ, ол жерде қылмыс та көп, ол жерде ұрлық та көп, жаңа Рәкең айтпақшы, ол жерде білім да жоқ, ол жерде медицина да жоқ, ол жерде болашақ та жоқ. Сондықтан қаншалықты бұл мынадай биік сөз деп атайды ғой, высокопарные слова дейді. Сондай болып естілгенмен де демократияның алар орны қоғамда өте үлкен. Оны біріміз білсек, біріміз білмей жатамыз. Мысалға, өз құқығын талап ету де ол да осы демократияның бірден бір көрсеткіші. Өзіміздің ой пікірімізді айту да демократияның бір көрсеткіші. Бірақ қазақта сөз бар, тыңдаушысы болмаса сөз жетім деген. Оны айту бір жөн, оны еститін билік болса екен деген тағы да бір мақсат. Себебі біздің айтқанымыз, жарайды, біздің айтқанымыздың кейбір сәттері олардың жасаған жоспарларына сай келмеуі мүмкін. Мысалы үшін кешегі Жаңаөзендегі жігіттердің қазір барып Астанада өз мәселелерін шешіп жатқанын бәріңіз көріп жатқан шығарсыздар. Ол да болса, егер демократиялық жолмен шешілетін шаруа болғанда, егер бізде демократиялық құралдар жұмыс жасағанда, олар сол Жаңаөзеннен барып, жаңағы министерствоның алдында жатуға қажеті болмас еді. Олар өз ауылында айтты, әкімге айтты, бастыққа айтты, өз ауылында барып жатты, жолды жапты. Шешілмеді. Ешкім тыңдамады. Ақырында олар министрліктің алдына барды. Оларды келіп, жаңа собыр қызметкерлер ұрып теуіп, бүктеп, салып алып кетті. Ендігі қадам неде болу керек? Мысалға да өзіңіз ойлаңыздаршы. Ендігіде не істеу керек адамдар есту үшін? Қазанның қақпағын жауып қойып, қымтап, отты жаға берсең не болады? Жаңа ауғанша қазан демекші, анандай оның да желін шығарып тұрмасаң, анау да жарылып мысалы. Дәл сол сияқты мәселе, құрметті азаматтар, оның барлығын түп негізі айналып келген кезде мына қоғамды құрайтын демократия. Бізде
тәуелсіз жаңағы газеттер, журналдар болмаса, тәуелсіз жаңағы шындықты айтатын мына телеарналар болмаса, онда осындай біз сияқты, Рәкең сияқты, болмаса кешегі жүрген қазір айыппұл алып жатқан жігіттер сияқты азаматтардың барлығы осы демократия үшін күресуге күреспестен басқа амал қалмайды. Оның да әртүрлі жолдары болады. Мысалға мынау көп адам бір тұтатын Фидель Кастро, Че Гевара, Эрнест Че Гевара, мысалға олар да жаңағы демократия үшін жанын беруге дайын болған азаматтарымыз деп айтады. Бірақ олардың демократия үшін жасалған күресімен біздің демократия үшін жасалған күресіміз ай мен жер мен көктей негізінде ше, оны салыстыруға ешқандай келмейді. Бірақ менің айтқым келіп отырғаны, ол жаңағы Фидель Кастроның өзі де өз кезінде егер тарихқа бүйтіп сәл үңілетін болсақ, ол да бір өзінің пікірін айтып, өзінше бір жақсылық енгізгісі келген азамат болған. Бірақ оны да тыңдамаған. Мысалға қазіргі билікте отырған азаматтардың бұл жерде заңсыз билікті жаулап алды деп айтуға толыққанды құқығымыз бар да, өйткені сайлауды көрдік қалай өтті. Басты парламентте таза болмағаннан кейін басқа жерде таза болудың қажеті жоқ. Бұл індет ауру, ол барлық жерге тарайды. Мысалға өмірінде бір шегеге қаға алмаған, бір шегені бір тақтайға қаға алмаған мамандар қазір мемлекет басқарып отыр. Бұл бір көрсеткіш. Екінші бір мәселе, әңгімеге құлақ қойып тыңдайтын және де бір мәмілеге келе алатын, біреудің ойын түсініп, оны оппонент болса да соны қабылдай алатын азаматтарды соттап, өлтіріп, қуып, қырып біткеннен кейін, құрметті билік өкілдері, сіздер кіммен сөйлесесіздер? Егерде бәрін мысалға Әблязов қылып қуып жібердіңіздер, мына елдің атынан сөйлейтін азаматтар қалмады. Кім сонда сіздермен сөзге келеді екен? Ол өте мұны жерде керемет айттыңыз, Рәке. Мысалға қазіргі қоғам белсенділерінің бәрін алып қарайтын болсаңыздар, оның аттарын атасақ та болады, атамасақ та болады, барлығы біршама білімді. Әрине бәрі бізде мысалы өзіміздің осал жерлеріміз жеткілікті. Біршама өте білімді жігіттер мен қыздар, көбісі. Жартысы саясатта болған азаматтар да бар, оның ішінде болмаған азаматтар да бар. Десе де олар ақылға тоқтап сөзге келетін адамдар. Жаңа Рәкең айтпақшы, оның барлығын қырып тастадыңыздар дейді. Қалмады. Назарбаев сияқты. Алтынбекті өлтірдің, ананы өлтірдің. Мысалға біздің де аузымыз жаптың. Кіммен сөйлеседі? Кіммен сөйлеседі? Ол бірінші сұрақ. Бірақ сөйлесетін адам болмаса, ол мәселе шешіліп кетті деген сөз емес қой. Ол мәселе жаңа ауған қазанның тақырыбы ғой. Ол іштен бұрқылған әңгіме ертелі кеш бір жерден жарылады. Бірақ ол сол жарылыс болған кезде ол жарылысты кім бастайды? Ол сөзге келетін адам бола ма, келмейтін адам бола ма? Ол қазір өзіңіз білесіздер, мынау діни ағымдар, әртүрлі секталар өте күшті жаңағы күш алып жатырған сәттерінің бірден бір кезеңінде біз өмір сүрудеміз. Жаңа Рәкең жақсы айтып кетті, 90-шы жылдың басында мына дым жоқ кезде ұрлық көбейді дегенше, ол тек қана біздің елде емес, ол әлем бойынша сондай. Халықтың елдің экономикалық жағдайы құлдырап, халықтың ақша табу мүмкіншілігі азайған кезде халық екі жаққа жүгінеді екен. Ол да бір қызық зерттеудің нәтижесі. Біріншісі ол жаңағы құмар ойындар, азартный игры дейді ғой, шарик-марик. Бізде беттер көбейіп кетті ғой. Иә, ол да бар. Шарик-марик, казино, оңай ақша тауып тез проблема шешіп тастасам деген бірінші жаңағы адамның құлқыны пайда болады. Қалай ондай адамның қызығушылығы пайда болды, оған ондай жаңағы қызмет көрсететін адамдар да табылады аяқ астынан. Жаңа баяғы шарик аударғыштар деген сияқты. Және екіншісі, мынау балгер, білгіш, көріпкел дегендерге адамдар көп жүгіне бастайды. Жол ашады. Жол ашады деген сияқты. Оның қадір қасиеті туралы мен ештеңе айтып бұл жерде бәсекелеспей-ақ қояйын, десе де мынау жаңағы нелерді, жарнамаларды қарайтын болсақ, қазір сондай балгерлер, білгіштер өте көбейіп бара жатқан сәттің бірі. Ол дегеніміз нағыз экономиканың құлдырауының елдің ішінен шығып жатқан нағыз көрсеткіштердің бірі деп есептесеңіздер де болады. Сол үшін бізде елде жүрген анау қоян жүректі Марғұлан Сейсенбай сияқты бауырларымыз солардың заманы келеді да. 11 жыл мектепте оқыма, 5 жыл университетте оқыма, менің бір айлық курсымды сатып алса, байы кетесің деген алаяқтардың заманы туады. Мінекей біздің
алаяқтардың заманы туып келе жатқанын өздерің көріп отырсыңдар. Оқыма, ешқандай дүние жасама, қалтаңа ақша да салма деп құлақтан ілетті. Келіп менің курсымды сатып ал, 2000 долларға, 5000 долларға сатып ал, бай кетесің. Ал байытып жатқандар сол марғұландар байып жатыр. Мен әлі сондай сияқты алаяқтардың бір адамды миллионер қылғанын көрген жоқпын осы Қазақстанда. Мен де көрмедім. Мысалы, Киосаки сияқты үлкен компанияларды ашуға үрдіс беріп жатқан арамызда жоқ болғандықтан, өйткені олардың бәрі қамалып жатыр. Шын ниетімен елін сүйетін небір азаматтар, Амир Ильяшев сияқты да, небір азаматтар бәрі қамауда. Сәл аузын ашты ма? Өйткені кез келген кәсіп, кез келген өндіріс, кез келген бизнес даму үшін қоғамның бостандығы керек. Заң жүйесінің реті болу керек. Ол ешқашанда қаймағы бұзылмай, арыда беріде қарамай, тек қана заң аясында болу керек. Ал соның бәрі болмағандықтан, демократия болмағандықтан марғұландар көбейеді. Бүгін бетін сатты, ертең басқа жерін сатты, әйтеуір сатумен айналысып, елін сатты. Бірақ сатып, халықты алдау. Бұл қазір мысалға сәл бір нәрсе болса, сондайларды әкеледі да, жаңағы бір құрылтай, халықтың келісім одағы, анау мынау ассамблея. Жиналыстан пайда жоқ. Шешім керек, бізге халыққа бостандық керек. Халыққа бостандық дегеніміз, мен діни тұрғыдан айта кетейін. Бұлай алып қарасаң, ораза айы бітті, барлықтарыңызды ораза қабыл болсын, өткен дұғаларыңыз қабыл болсын. Оразаны бұзып қойған кезде, әйеліңмен қатынасқа түсіп, мысалға ше, ораза бұзылса, оның өтемелері бар екен да. Алып садаққа тамақ бер дейді, естуім бойынша. Немесе құлды босату керек екенсің. Сонда қазақ айтады, құлды босату үшін оны алдымен құл қылу керек қой, иә. Бұл жерде қандай қайырым бар? Біз дегенің қазақ халқы, біз құлдық нәрсені біз ешқашанда миымызға сіңдірмейміз. Орыстар сияқты біз крепостной болған емеспіз. Немесе жаңағы африкалық азаматтар сияқты бізді күштеп алып барып бір жерге құлдыққа салған емес. Біз өз елімізде, өз жерімізде өмір сүріп жатырмыз, ешқашан құл болған емеспіз. Сондықтан бізге құлдық сана қиын. Ал құлдық сана жоқ ұлтта, ол демократия, ол өзімен өз келетін дүние. Былай айтқанда, бермесе тартып алу керек. Сол қазақтың мақалы бар ғой, берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан. Енді қолыңнан келмей жатса, құрметті билік, аса құрметті билік. Онда жолыңнан тағы да айтамыз. Айта шаршамаймыз. Егерде айтылған әңгіме шешіліп кетсе, оған келсе, ертең күні мына жерде бір-бірімізді тыңдамай, елді басқара алатын, артынан адам ертіп жүре алатын адамдардың бәрін өлтіріп, қамап, мысалға Алтынбек сияқты, Заманбек сияқты бәріміз кететін болсақ, бұл жерде онда басқаша әңгіме болады. Жаңа істегеннің аузында, ұстағанның қолында кетеді. Норвегия мемлекетін, Финляндия мемлекетін бізге мысалға келтіруден шаршамау керек біз. Біз ешқашанда Түркмения сияқты басқа да жарылы мемлекеттермен емес, алдағы мемлекеттермен салысуымыз керек. Олардың бәрінің бастапқы көрсеткіші демократия бар. Өте орынды әңгімелер. Сондықтан біздің жаңадан бері айтып отырғанымыз, құрметті билік басындағы азаматтар, егер де қарап отырғандарыңыз да болар, егер олар болмаса қызметкерлер олар қарап отырған, біз ештеңені бүлдіруге, қиратуға ұмтылып отырған жайымыз жоқ, және ол біз үшін керек емес. Біздің тек айтқымыз келіп отырғаны, халықтың зары мен мұқтажын естуге сіздер міндеттісіздер. Өз қолдарыңызбен осынша уақытта жасалған жақсылығы бар, қиыншылығы бар десе де, осы бүгінгі күнімізге зар болып қалуға өз қолдарыңызбен халықты итермелегендеріңіз одан асқан ол басылып жоқ деп есептеймін. Мен қаттырақ айтатын едім, ол жеке. Егерде осы тыңдау, есту, ескеру міндеттеріңізге салғырт қарасаңыздар, мәжбүрлейміз сіздерді. Мен мәжбүрлемесем де, басқалар мәжбүрлейді. Ең жаманы, мысалға Рафикпен келісуге болатын шығар ондай жағдайларда. Біз түсіндік, келісейік, бүйтейік, былай жасайық деген сияқты, кешегі Жаңаөзен жігіттері сияқты бәріміз адамбыз ғой, түсінеміз. Ал біздің орнымызға оған тыңдамайтын адам келсе ше. Қазақтың жері бай, қазақта алар зат көп, қазақта мүлік жетеді. Енді сол үшін мысалға әрекет ететін сырттық күштер де көп. Осы орайда бір жақсы мысал айта кеткім келіп отыр. Біз мына Ресей арналарын көп көреміз ғой. Қалай болса да, мен мысалы өз басым соңғы 10 жылда теледидар деген затты көруді мүлдем қойдым.
бірақ десе де құлағым шалып қалады, кейде интернет желісінен оқып жатамын. Ливияның қандай керемет болғаны туралы айтады көп адамдар, Ирактың қандай керемет болғаны туралы айтады, Сирияның қандай керемет мемлекет болғандары туралы адамдар көп айтады. Оның барлығын жаңағы америкалық натолық күштер келіп, бәрі тасталқанын шығарып, бүгінгі күнге мұнайын сорып жатыр, халқы аштан өлейін деп жатыр деген ақпараттарды айтып жатады. Ол рас, мен онымен толықтай келісемін. Біз бұл жерде ұғынуымыз керек бір өте маңызды мәселе бар. Ливияңда, Ирагында, Сирияңда, Йеменіңда, басқа да мемлекеттердің барлығы, Америка барсын, орыстар барсын, Қытай барып талқандағыса да, оның барлығының жалғыз ғана себебі ол елдерді сол сәтке дейін тоталитарлық жүйе басқарғанның себебі. Себебі бір адам барлығын өзіне алып, сол биліктен кетіп қалса бәрі қирап қалатындай, ананы жаншып, мынаны өлтіріп, аузын ашқанын аузына құм құйып, қайнаған қорғасын құйып, ақырында тек қана өзімен өзі, өзінің айналасында қолын шапалақтап, не айтса да соныкі дұрыс дейтін азаматтарды жинап алуының салдарында ол елдер жаңағы немен бітетінін өздері жасап жатқан істеріне толық мынандай есеп бере алмай қалды. Қорықта қорғану қабілетінен айырған. Дұрыс айтасыз. Қорықта ішіндегі батырларында, ер жүректерінде, білімділерінде бәрін қырып тастады да, ақыр түбінде ештеңе айтпайтын халық қалды. Ақырында не болды? Ақырында сыртқы күштер келді. Ол жерде менің түсінігімше не орысқа, не американецтарға, не болмаса НАТО әскеріне ешкім ренжуге құқығы жоқ. Оны басқарған сол басшылар жеткізген сол дәрежеге. Ал егер де сол елдерде демократиялық мысалға бәріміз білеміз ғой, өте көп елдер бар. ақш-тың не болмаса Еуропаның қарысымен дамыған елдер өте көп. Оның ішінде Сингапурды айтуға болады, Малайзияны айтуға болады, оңтүстік Кореяны, Жапонияны айтуға болады. Финляндияда бар, Норвегияда бар. 50 жылда есін жиып, әлемнің топ мемлекеттеріне кірген Германияны айтуға болады.